Қайырлы таң, мен бүгін сіздермен өте оңай, тез әрі дәмді таңғы астың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сковородкеге жұмыртқаны қуырып аламыз. Қалауларыңызша тұз, қарабұрыш немесе басқа да приправалар қоссаңыздар болады. Әдеттегідей емес, видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап араластырып, жай отта қуырылғаны дұрыс. Достар, менің видеом ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, менің каналыма комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді авокадоны қалауларыңызша қолмен не болмаса блендермен езіп алсаңыздар болады. Жұмсақ болғандықтан және жеуге ыңғайлы болғандықтан мен осылай вилкамен езе салдым. Егер қаласаңыздар, жай ғана жіңішке етіп турап қалдырсаңыздар да болады. Енді нанымызды осындай сэндвичницада қатырып аламыз. Егер сіздерде мұндай болмайтын болса, жай ғана сковородкеге ешқандай май құймай, нанды құр өзін екі жағын қызартып қуырып алсаңыздар болады. Енді бізге осындай сүзбелі ірімшік керек. Творожный сырдың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Міне біз дайын болған нанға осылай бәрін шетінен шұқалап жағып шығамыз. Ең бірінші творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік. Және жұмыртқаны, авокадоны кезегімен осылай жайлап, жағып, жұқалап шығамыз. Сіздер қаласаңыздар, мүмкін семгада, шұжық, мүмкін сосиска, я болмаса басқа да өздеріңізге ұнайтын пайдалы ингредиенттерді осылай шетінен қойып, жағып жесеңіздер болады. Міне біздің таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй ішілеріңізге ұнайтыны анық. Рахмет!